Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді болып шығатын, құрамында ұны жоқ, пайдалы сүзбе қосылған запеканка дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге сүзбе қажет. Сүзбемізге жұмыртқаның сарысын, 3 ас қасық қаймақ және де 2 ас қасық манка қосып, бәрін жақсылап блендермен езіп аламыз. Бөлек ыдысқа жұмыртқаның ағы, оған сәл тұз қосып, ағарғанша сәл миксерлейміз. Сәл ағарғаннан кейін үстіне қант салып, яғни қоюланғанша тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Енді осы сүзбелі массаға өзіміздің жұмыртқаның ағын, яғни меренганы қосып, лопатканың көмегімен жоғарыдан төменнен жоғары қарай жақсылап араластырамыз. Формамызға дайын болған массамызды құямыз. Бәрін жақсылап тегістеп алғаннан кейін үстіне жұмыртқаның сарысын тегістеп жағып шығамыз. Бәрін тегістеп жағып 180 градустағы пешке 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Міне біздің сүзбе қосылған. Құрамында ешқандай ұн жоқ. Өте тез дайын болатын запеканкамыз дайын болды. Таңғы асқа дайындасаңыздар, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Жасалуы өте оңай, дәмі ерекше. Яғни үстіне бал қосып, немесе қойытылған сүт, яғни сгущенка қосып, немесе қаймақ қосып, отбасыларыңызға ұсынсаңыздар болады. Ұнаса лүпіл басып, қолдау көрсетсеңіздер, назарларыңызға көп рахмет.